Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математика бағыты бойынша есептер шығарамыз. Шығарындар 44-ші беттегі есептер. Оған дейін сіздер тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып отырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Есеп шығарайық. Бізде велосипед дөңгелегінің радиусы 40 см берілген және жиілігі берілген 120 айналым минутына жасайды. Бізге жылдамдықты тап деген. Жауабында мына жерде периодты тауып қойған, сол үшін периодты да тапсақ болады. Так, бірінші біздер халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыруымыз керек. Өйткені мына жерде сантиметр берілген, оны біз метрге айналдырамыз. Ол бізде 100-ге бөлген кезінде 0,4 метр шығады екен. Енді 120 айналым минутына, минутты секундқа айналдырсақ, енді 1 минутта 60 секунд бар, сол үшін аны 60-қа бөлеміз 120-ны. Сонда бізде 2 айналым секундына шығады екен. Енді жылдамдықтың формуласы бізде 2 пи мю арға тең. Осы жерде орындарына қоямыз. 2 көбейту 3,14 көбейту 2 көбейту ар 0,4-ге. Осының барлығын есептеген кезінде бізде 5,024 метр секунд шығады. Метр секунд. Енді мына жақта периодты тапсақ, период бізде 1 бөлінген мюға тең. Ол 1 бөлінген 2 бізде 0,5 секунд шығады екен. Шығарайық. Бізге тегеріштің радиусы үлкені 32 см, кішкентайы 24 см, үлкені 120 айналым минутына жасайды екен. Енді біз кішкентайының бұрыштық жылдамдығын, жиілігін және сызықтық жылдамдықты табуымыз керек. Бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырып алайық. Яғни мына жерде сантиметрмен берілген ғой, бізде соны метрге айналдырамыз. Ол бізде 0,32 метрге тең болады. Мына жерде айналым минутына деген, оны біз 60-қа бөлеміз, өйткені секундпен табу үшін. Сонда бізде 2 айналым секундына, мына жерде сантиметр, ол бізде 0,24 метрге тең болады. Енді қарайық, бұлар екеуі де екі тегергіште бірдей қозғалады. Бірдей қозғалғаннан кейін олардың жылдамдықтары тең деген сөз. Сол үшін егер де біз V1-ді тапсақ, V2-ні де тапқан боламыз. Сонда V1-іміз бізде тең болады 2 пи мю арға тең. 1. Так, енді ана жерде тоже 1 болады. Енді орындарына қоямыз. Бұл жерде 2 көбейту 3,14 көбейту мюіміз бізде 2 айналым секундына шықты. R1-іміз бізде 0,32, 0,32. Сонда бізде осыны есептегенде жуық шамамен 4 метр секунд шығады. 4 метр секунд шығады. Бұл бізде жылдамдық. Енді бізге нені табайық? Бұрыштық жылдамдықты табайық. Бұрыштық жылдамдық бізде омега, омега 2 ол тегі бөлінген V2 бөлінген R2-ге. Яғни мына жаққа мен жазып кетейін. Негізгі формуласы V-ның, сызықтық жылдамдықтың негізгі формуласы ол омега R-ға тең. Осынан біз омеганы таптық. Сонда V2 бөлінген R2-ге тең болады. Осы жерде орнына қоямыз. V2 бізде мына бағана айттық, V1 екеуі тең, сол үшін 4-ті алсақ болады. 4 метр секундты аламыз. R2 бізде 0,24, 0,24. Сонда бізде шығады 16,75 радиан бөлінген секундқа тең екен. Енді біз мына жерде жиілікті табуымыз керек. Жиіліктің формуласы мынау бұрыштық жылдамдық арқылы табылады. Оның формуласы мынандай болады. 2 тең болады 2 пи мю 2. Енді осы мю 2-ні табамыз. Осы формула арқылы ол бізде омега 2 бөлінген 2 пиға тең. Омега 2 мына жерде мынау бізде жаңа тапқан. Осыны мына жерге әкеп қоямыз. Сонда 16,75 бөлеміз 2 көбейту 3,14. Осыны есептеген кезінде бізде 2,67 шығады. Жуық шамамен алғанда 2,67 айналым бұл секундына. Осыны енді минутына айналдыру үшін біз 60-қа көбейтеміз. Сонда 60-қа көбейтсек, жуық шамамен алғанда 160 айналым минутына шығады екен. Үшінші есепті шығарайық. Бізге осындай шеңбер берілген М және К нүктелерінде бірінші М нүктесі 0,2 радиан секунд бұрыштық жылдамдықпен қозғалады. К нүктесі 0,3 бұрыштық жылдамдықпен қозғалады. Екі радиустарының арасындағы бұрыш пи бөлінген 3. Сонда мына жерде бізде пи бөлінген 3 деген сөз. Пи бөлінген 3-ге тең. Енді бізге табуымыз керек, қай уақытта кездеседі екеуі. Бұл уақыт тең болу үшін бізде бұрылу бұрыштары тең болу керек деген сөз. Бұрылу бұрышы ол бізде фи, фи 1 бізде фи 2-ге тең болу керек. Енді фи 1 үшін формуланы жазайық. Ол бізде омега 1 көбейту т қосу фи 0,1. Енді фи 2 үшін сәйкесінше омега 2 т екеуінде тең, сол үшін бірдей т деп аламыз. Қосу фи 0,2. Енді қарайық, бізде мыналар белгілі. Енді фи 1-ді, фи 2-ні қалай өрнектейміз, соны жазуымыз керек. Фи 0,1 ол бізде 0 деп алсақ болады, өйткені ол мына М-дікі ғой, М өзі орында тұр дейік. К мына жақтан мына жаққа дейін келу үшін қанша уақыт жүреді, соны табуымыз керек. Оны табуым үшін қараңыздар, мына жерде бізде мынау пи бөлінген 3 берілген, мына бұрыш берілген. Енді мына бұрышты табу үшін біз 360-тан мына пи бөлінген 3-ті азайтамыз. 360 дегеніміз ол бізде
2 пиға тең, 360 бізде 2 пи. Осыдан пи бөлінген 3-ті азайтамыз деген сөз. Сонда ортақ бөлімге 3-ті келтіреміз. Мына жерде 6, сонда 5 пи бөлінген 3 деген сөз. Мына бұрыш 5 пи бөлінген 3-ге тең деген сөз. Сонда фи 2-ні біз фи 5 пи бөлінген 3 деп алсақ болады. Так, енді осы 2 филарды теңестіреміз. Сонда омега 1 көбейту т қосу фи 0,1 бастапқы бұрылу бұрышы, ол тең болады омега 2 көбейту т фи 0,2. Енді мына жерде орнына қойсақ, мынау бізде фи 0 деп аламыз. Мына жазып кетейін, фи 0,1 ол бізде 0-ге тең, фи 0,2 ол бізде пи бөлінген 3-ге тең. Ой, 5 пи бөлінген 3-ге тең. Сонда мына жерде омега 1 көбейту т плюс 0 болады, тең болады фи 2 көбейту т қосу 5 пи бөлінген 3. Мына жерде омегаларды шығарып жіберетін болсақ, сонда мына жақта 5 пи бөлінген 3 тең болады. Так, омега 2 көбейту т азайту омега 1 көбейту т-ға. Осыдан мына жерде т-ны былай алмастырып шығарсақ, т бізде омега 2 минус омега 1-ге тең. Енді осыны ықшамдаймыз. Сөйтіп орындарына қоямыз. Т мына жерде мына екеуін азайтамыз. 0,3 азайту 0,2. Мына омегалардың орындарына қойдым. Ол тең болады 5 пи бөлінген 3-ге. Сонда бізде т тең болады. Мына жерде 0,1 шығады. Мына жаққа бөлінеді. Мына төменге барады. Сонда 5 пи бөлінген 0,3 қалады деген сөз. Енді 5 пи дегеніміз бізде 3,14-ге тең. Бөлеміз 0,3-ге. Сонда жауабы бізде болады 52,3. Жуық шамамен өткен 3 деп кете береді. Секунд. Есепті шығарайық. Дөңгелек 2 радиан секунд квадрат тұрақты бұрыштық үдеумен айналады. Қозғалыс басталғаннан 0,5 секунд уақыт өткеннен кейін дөңгелек толық үдеуі 13,6 метр секунд квадрат болады. Дөңгелек радиусын табыңыз дейді. Бізде мынандай формула бар. Так, а тең болады, а бізде үдеу ғой, тең болады ар түбір асты омега 4 дәрежесі қосылған эпсилон квадрат. Эпсилон квадрат деп біз бұрыштық жылдамдықты алдық, а деп бұл толық жылдамдық. Енді осы жерден арды табуымыз керек. Ар ол бізде тең болады а бөлінген омега 4 плюс эпсилон квадрат. Осы түбірдің астында. Енді осы формуланы мен қоршап қояйын, қазір қолданамыз. Бұл бізде бірінші формула. Енді бізге табуымыз керек. Мына жерде жоқ, бізде омега. Омеганың формуласы эпсилон тең дельта омега бөлінген дельта т. Осы жерде дельта омеганы табамыз. Дельта омегамыз тең болады эпсилон көбейту дельта т. Дельта дегеніміз негізі өзгерісті білдіреді. Так, эпсилон бізде 2, т уақыт бізде 0,5 деп аламыз. 0,5 ол тең, значит, 1 радиан бөлінген секундқа. Енді осыны эпсилон мәні мына жерге келіп арды табамыз. Так, ар тең болады 13,6. Түбірдің астында 1-дің 4 дәрежесі, қосамыз эпсилон дегеніміз 2-ның квадраты тең болады. Так, 13,6 бөлеміз түбірдің астында 5. Осыны есептегенде бізде жуық шамамен 6,1 метр шығады екен. Желдеткіш 15 секунд минус 1 дәрежесі жиілікпен айналады. Ол өшіргенге дейін 75 айналым жасайды. Өшіргеннен кейін қанша уақытта тоқтайды, соны табуымыз керек, уақытты табуымыз керек. Енді бізде бұрыштық жылдамдық 0-ге тең өткені ол өшірілді. Сол үшін 0-ге тең болады. Енді фиді есептейміз. Фидің формуласын жазайық. Бұрылу бұрышы, ол бізде омега 0 т азайту эпсилон т квадрат бөлінген 2-ге тең екен. Біз осыны қоршап қояйық. Бұл бізде бірінші формула, қазір қолданамыз. Бірінші формула. Енді ары қарай бізге эпсилон табуымыз керек. Эпсилон жоқ бізде, эпсилон бізде тең болады омега минус омега 0 бөлінген т-ға. Осы жерде бізде омегамыз 0-ге тең деп алдық. Мына сол үшін омега 0 бізде омега 0 бөлінген т-ға тең болады. Бөлінген т-ға тең болады. Так, осыны қоршап қояйын. Бұл бізде екінші формуламыз. Омегамыз, омега 0-іміз ол бізде тең болады 2 пи мюға. Осыны қоршаймыз. Бұл бізде үшінші формуламыз. Енді осы формулаларды қолданып мына есепті шығарамыз. Фиді жазайық, айтпақшы, фи бар. Бізде фиміз тең болады 2 пи n-ге. 2 пи n-ге тең екен. Енді осыны бізде 4 деп қояйық. Так, енді мына формулаға барлығын алып келіп қоямыз. Сонда бізде болады фидің орнына мына фиді қоямыз, 2 пи n-ді қоямыз. 2 пи n тең болады омега 0-дің орнына мынау омега 0-ді қойсақ болады. 2 пи мюді қоямыз. 2 пи мю көбейту т азайту, мына жерде эпсилон орнына омега 0 бөлінген т-ны қоямыз.
сонда бізде болады омега 0, оның орнына мынаны қоямыз. Сонда 2 пи. Былай ғой, мен мына шатастырмас үшін былай жазып қояйын. Мына формула бар ғой, омега тең болады эпсилон тең болады омега 0 бөлінген т ғой. Осының орнына мынаны әкеп қоямыз. Омега 0-ны. Сонда бізде 2 пи мю бөлінген т қалады. Сонда осы формуланы қоямыз деген сөз. Мына жерге мынаның орнына эпсилон орнына. Сонда бізде 2 пи мю бөлінген т көбейтілген т квадрат бөлінген 2, Сонда т-лар кетеді. Сонда бізде қалады 2 пи n тең 2 пи мю көбейту т азайту 2 пи мю т бөлінген 2, Мына жерден бірден мыналарды қысқартып жіберейік. Мынаны 2 пиларды қысқартып жіберсек, сонда бізде мына жақта n тең болады мю т азайту мю т бөлінген 2, Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп, сонда келтірген кезінде сонда бізде жауабы n тең болады мю т бөлінген 2, Осы жерден т-ны табамыз. Т тең болады 2n бөлінген мю. Орындарына қоямыз. 2 көбейту 75 бөлінген 15, 75 пен 15 5-ке қысқарады. Сонда мына жерде 10 секунд қалады екен. Бізге дөңгелек жиегіндегі нүктелердің сызықтық жылдамдығы оның өзіне 5 см, жақын нүктелердің сызықтық жылдамдығынан 2,5 есе үлкен дейді. Оның радиусын табуымыз керек. Бұл не деген сөз? Былай шеңбер берілсін. Енді мына бізде центр болса, мына бізде радиус, бұл бізде R1 деп алайық радиусын. Енді осы жерден өсіне 5 см қашықтықта дейді. Яғни мына жер 5 см болса, мына жер 5 см болса, осы бөлік бізде мына жерге дейінгі бөлік берілген екен да. Осы жердегі V2 жылдамдық болып есептеледі. Мына жердегі V2, мына жердегі V1 жылдамдық болып есептеледі деген сөз. Бөлік. Енді сол үшін мынау R бізде мынау общий R1, R1 бізде 5 плюс R2. Мынау бөлікті R2 деп алғанмын. R2. Мына жер 5. Екеуін қосқан кезінде R1, яғни радиусы шығады деген сөз. Енді V1-дің мына жердегі жылдамдықтың, мынау V2, мына бөліктегі жылдамдық, ол қатынасы 2-де 5-ке тең деген сөз екен. V1 тең болады омега R1. Бізде омегалар олар тең. Өйткені бірге қозғалып келе жатыр. V2 бізде омега R2-ге тең. Енді осы жерден, екі жерден омегалар тауып алайық. Омега тең болады V1 бөлінген R1. Мына жағдайда омега тең болады V2 бөлінген R2. Енді осы екеуін теңестіреміз. Сонда V1 бөлінген R1 тең болады V2 бөлінген R2. Осы жерден мәндерді қойып шығайық. Мына жерде қарайық, мынау бізде V1-іміз ол 2,5 көбейту V2-ге тең деген сөз. Яғни мынаны біз былай жазсақ болады. V1 тең болады 2,5 V2 деп жазсақ болады. Енді осының орындарына қояйық. Бізде V1-іміз 2,5 V2-ге тең, бөлеміз R1 бізде 5 қосу R2 тең болады V2 R2. Мына жерден V-ларды қысқартып жіберсек болады. Сонда мына жақта қалады бізде 2,5 R2 тең 5 плюс R2. Мынаяққа шығарсақ, ол бізде 1,5 R2 тең 5-ке тең болады. R2-міз 5-ті 1,5-ке бөлген кезінде бізде 3,33 шығады. Яғни жоқ шамамен алғанда олай кете береді 3 деп. Енді бізде R2 шықты, бізге R1 табу керек. R1-міз бізде мына жерде қарамыз 5 плюс R2-ге тең. Сонда R1-міз тең болады 5 қосылған 3,33 тең болады 8,33 метрге екен. Мына жауабы. Есеп шығарайық. 7-ші есеп. Радиус 30 см, тегістегіш тас 12 секундта 20 айналым жасайды. Оның сызықтық жылдамдығын табуымыз керек. Бірінші жерде сантиметрді метрге айналдырамыз. Ол 100-ге бөлеміз деген сөз. Ол 0,3 метрді білдіреді. Енді жылдамдықтың формуласын жазайық. В тең болады 2 пи R бөлінген Т. Енді бізде Т-ның формуласы ол тең Т бөлінген N-ге. Яғни периодтың формуласы. Осы жерден периодты тауып аламыз. 12 бөлеміз 20-ға. Ол тең болады 0,6 секундқа. Енді мына формулаға әкеліп қоямыз мәндерді. В тең болады сызықтық жылдамдық ол 2 көбейту 3,14, пи дегеніміз 3,14, R бізде 0,3 көбейту 0,3 бөлеміз Т, мынау таптық, мынау 0,6. Енді қарайық, мына жерде 2-ні 0,3-ке көбейту 0,6, сонда былай үшеуін қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде жауабы 3,14 метр секундты болады екен.